Созылмалы аурулар, хронические проблемы. Хронические. Ол дегеніңіз бүкіл ас қорыту жүйесінде де, жүрек қан тамыр жүйесінде де сахары бар, аяғы бар, көзі бар, қолы бар, әйтеуір бүкіл диагноздың барлығын жинап алған кісілер болады ғой. Ондай кісілерге хронические заболевания деген бағыт бар бізде. Оның бірі витамарин А плюс Б плюс және де спирулин өнімінен бастасаңыздар болады. Хронические заболевания, хронические проблемаларға. Яғни витамарин А плюс өнімін таңертең бір шайқасық, витамарин Б плюс өнімін кешке жатар кезде бір шайқасық бересіздер. Және спирулин өнімін 2 таблеткіден күніне 3 мезгілден, таңертең, түсте, кешке. Және де осы өнімді ішкен кезде 2-2,5 литр су ішкізіңіздер. Және күнделікті таңға немесе кешке 30 минут жаяу жүрсін. Таза ауаға шықсын. Яғни бүкіл сіздің 20-30 жыл болсын, 15 жыл болсын, 10 жыл бойы жинаған проблемаларыңыз 5-10 күнде кетпейді, естеріңізде болсын. Және де онымды ішкен кезде бүкіл сол бойға жиналған проблемалардың барлығын ертіп судың бетіне шығарады. Ол қанға шығарғаннан кейін қаннан айдап алып кететін ол су ішіп үйреніңіздер. Және де осы продукцияларды ішіп болғаннан кейін алла қаласа уже басқа да продукцияларды қоса беруге болады. Яғни кемі 6 ай, максималды 1 жыл ішу керек ондай кісілерге, чтобы бүкіл ағзадағы проблемалардың барлығын қалпына келтіру үшін. Созылмалы проблемалардың бір ыңғайсыздығы медициналық. Егер де жүрек ауруының дәрісін беретін болсаңыз, ас қорыту жүйесін құртады. Ас қорыту жүйесіне дәрілерін беретін болсаңыз, бауырды, бүйректі құртады. Ал басқа гормоналды жүйеге дәрі бергендеріңіз басқа жерді құртады. Бір-біріне емнің бәрі қайшы жүреді. Сол үшін де дәрігерлер не беретінін білмейді ондай кісілерге. Яғни әр маман, кардиолог өз жағына тартады, ас қорыту жағындағы дәрігер өз жағына тартады, терапевт өз жағына тартады. Соның нәтижесінен былайша айтқанда быламық шыға келеді. Адам өз ауруына басқа да ауруларды қосып алып кете береді. Хронический проблемадан бірақ шығады. Ақыр соңында онкологиялық процесске үлесіп кетуі мүмкін. Сол үшін де ондай кісілерге бүкіл осы компанияның өнімдерінің барлығын шетінен бергеніміз жақсы. Яғни ауырлық стадиядан денсаулық стадиясына жай ауыстырамыз. Және де ішіп жатқан дәрілердің барлығын бірден отказ бермейміз, шетінен алып шығамыз. Адам өзінің тәнін тазалап, жанын тазалап, басындағы жаңағыдай денсаулықтағы больной мышление дейді ғой, аурудың ойынан, аурудың мышлениясынан арылтып шығаруымыз қажетпіз. Вот сол кезде адам действительно мықты результат алады.